Бүгінгі біздің тақырыбымыз Genially платформасы. Genially платформасын сіздерге нақтылап айтатын болсам, сіздерге ойын және де слайд жасап беретін таптырмас тиімді ақпараттық құрал, яғни біз оны қалай создавать ететінімізді көрсететін боламын. Genially регистрация деп жазамыз. Осы 6-шы Genially деп жазуыңызға да болады. Яғни бірінші тұрған Genially платформасының базы перевести эту страницу арқылы аударуыңызға да болады. Яғни менде тіркеліп тұрғандықтан автоматически шығып тұр. Genially платформасының ссылкасын жерге қалдырып кететін боламын, қалай тіркелу керегін. Және де платформа Google аккаунт арқылы тіркелген болатынмын. Мен өзімнің Google аккаунтым шығып тұр. Яғни біз қалай создавать етеміз өзімізді платформа өзіне. Бірінші бетте Grid Genially ішінде менің өзімнің жұмыстарым. Яғни мына жерде бөлініп тұр, қандай сізге дизайн ұнап тұр, соған байланысты сіз өзіңіздің жұмысыңызды жасай аласыз. Ақылы және де тегін версиялар да бар. Және былай қарайтын болсақ, сіз өзіңіздің жұмысыңызды көріп, дальше мына жерде осы батырманы басып, жұмысыңызды бастай аласыз. Бірінші видеоны көріп алып, сосын дальше ұнай ма жұмысыңызды атқарып аласыз. Осындай слайдтың арасында ойындар құрастыруға да болады. Осылай құрасыз өзіңіздің жұмысыңызды. Яғни мына үстін бассаңыз, загрузка болып жатыр. Үстін бассаңыз, мына жерде сөздерді мінекей бастыңыз. Жерде сіз өзіңіздің сөздеріңізді өзгертіп жаза аласыз. Мінекей деген сияқты өзіңіздің сөзін жазып, мына жерде презент деген сөз бар, сол арқылы автоматически сохранить етіледі. Сол арқылы мына жерде share деген батырма арқылы копировать ставить етіп, кіретін студенттерге немесе білім алушыларыңызға жіберуіңізге болады. Ал мен өзімнің жұмысымды көрсететін болсам, қараңыздар, неше түрлі мына жерде барлығы түсіндірілме ретінде көрсетілген. Атын өзгертіп қойғаныңызға да болады міне. Неше түрлі мүмкіндіктер қарастырылған видеода, платформада. Ары қарай кіріп, қазір ашылса, міне